Сәлем достар, бүгін сіздермен Индира, мен сіздермен еттің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Видеомды соңына дейін қараңыз. Ет қазақ халқының ең басты қадірлі тамағы. Қонақ асыға міндетті түрде ет асып, дәм-тұз тарттыратын әдет ежелден сақталған. Ет дегенде бет бар ма? Ет етке, сорпа бетке. Сен ет деме, мен кет демеймін деген әзілдер халық арасында жиі айтылады. Асылы, ет жеп өскен қазаққа оның пайдасы мен тағамдық құндылығын, сондай-ақ зиянды тұстарын да айта кетуді жөн санадым. Мамандар еттің өте пайдалы тағам екенін, алайда оны шамадан тыс артық жеу зиян келтіруі мүмкін. Спортпен шұғылданатын ересек адамдарға 150-200 грамм ет жеу жеткілікті. Еттің құрамындағы дәрумендер негізі қайнатылған кезде сорпаға шығады. Сондықтан етті көбінесе қайнатып жеген жөн. Қайнатылған сорпасы анағұрлым пайдалы. Етті көбінесе қуырып емес, қайнатып жеген дұрыс. Етті көп жеу ағзада экстративті заттарды, атап айтқанда несеп қышқылы мен құрайтын пурин негіздерін, азотты, метаболизмнің түрткі өнімдерін ет көбейтіп ауыртпалық түсіреді. Еттің тағамдық құндылығы өте жоғары. Адамға қажетті өнімнің бірі. Қажетті минералды заттарды алады. Етте В тобындағы дәрумендер никотин қышқылы, молин, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, биотин қышқылы бар. Сонымен қатар мыс, кобальт, мырыш, иод секілді біршама микроэлементтер бар. Әсіресе бауырда дәрумендер өте көп болады. Мысалы, А, В дәрумені, тиамин, никотин, аскорбин қышқылы, ал бүйректе А және В дәрумені мол. Ет малды сойып алғашқы өңдеуден кейін алынатын әртүрлі ұлпалар жиынтығы, сондай-ақ жоғары құндылықты тамақтанудағы маңызды өнім болып табылады. Ет ақуызды, оның құрамында амин қышқылы бар. Негізінде ақуыздар сапасы жағынан биологиялық құнды болып табылады. Адамға тәулігіне қажет ақуыз нормасын 35-40%-ын 10 грамм ет қамтамасыз ете алады. Ақуыз құрамында алмаспайтын ең маңызды амин қышқылдары болады. Олар триптофан, метионин және лизин. Әртүрлі мал етінің амин қышқылдарының абсолюттік жағынан көп айырмашылығы жоқ дегенімен ірі қара мал қой етінде арықтау келеді. Ірі және ұсақ мал етінің қорытылуы тәжірибеде 100-де 1-де, ал шошқа етінің қорытылуы қиынырақ. Еттегі май мөлшері ет сапасына зор әсерін тигізеді. Жануарлар майларының құрамында ауыстырылмайтын қанықпаған май қышқылдары бар. Олар линол, линолен, архидон. Бұлар зат алмасуда маңызды орын алады. Фосфор қышқылының қалдығы бар. Фосфолипидтер адам ағзасына аса қажет. Қой еті фосфолипидтерге бай. Ол қанның ұюына әсер етеді. Фосфолипидтер барлық тірі ағзада кездеседі. Көбінесе жүйке ұлпасында, мида, жұмыртқаның сары уызында. Қандағы эритроциттерде көп. Холестерин ет құрамында көп болады. Оның құрамы ағзаға келіп түскен тағам түрінде және қатты синтезделуі, ыдырауына байланысты. Майға қарағанда бұлшық ет холестерин 1,5 есе аз болады. Сондықтан майы аз ет ұсынылады. Ет жесең тісіңе кіретін, жемесең түсіңе кіретін. Достар, менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.